сағаттан кейін, ертеңнен бастаймын, дүйсенбіден бастаймын. Осылайша біз жаңа істерді бастауда өз уақытымызды өткізіп алып жатырмыз. Және де тағы бір өзекті мәселе, ойланып қарасақ, үлкендердің жас ұрпақ арасындағы байланыс үзіліп бара жатқандай. Біз жастар кейде үлкендерден ақыл кеңес, өмірлік тәжірибеден бағдар күтеміз. Осы ретте мен өзімнің ішкі сұраныстарымнан, өзім сияқты өскелең ұрпаққа зерделі ой тастайтын, қайнар бұлақтың көзін ашқым келгендіктен, ой таста подкастының негізін қалауға бел будым. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Мен Араның бүгін сіздермен ой талқыға салатын тақырыбымыз қоғамға ой толғау арқылы ми шекараларын бұзу. Сіздерге сұрақ. Сіз соңғы рет қай идеяны жүзеге асырғыңыз келді, бірақ оны тоқтатып қойдыңыз? Жаңа бір әдет бастағыңыз келді, бірақ оған бір қадам жақындауға да ешқандай бір әрекет жасамадыңыз. Өзімнің өмірімнен, жеке тәжірибемнен мысал келтірсем, мен 9-шы сыныпта басқа мектептен осы білім ошағына ауысып келдім. Мен сабақты өте жақсы оқыдым, және өзімді мықтымын деп санадым. Мен өзімен қателік жасауға рұқсат бермейтінмін. Сондықтан да ағылшын тіліне бірден оқуға бейімделіп кету маған қиынға соқты. Басында оқудағы сәтсіздіктерімді де мойындау маған оңай болмады. Бірақ та қателік жасағанда өзіңе деген сенімділікті жоғалтып алмау өте маңызды. Дегенмен осы өзгерістер мені білім алуға ғана емес, ойлау жүйемді жаңғыртуға, санамды жаңа деңгейге көтеруге жол ашты. Мысалы, біз орта мектепте оқып жүрген кезде есепті бір қатып қалған ережеге, шаблонға салып шығаратынбыз. Ал IB халықаралық бакалавриат бізге есепке басқа қырынан қарауға, шешу жолын таңдауға жауапкершілік пен мүмкіндік береді. Осының нәтижесінде мен ойлау жүйемді жаңғыртуға үлкен жол аштым. Нәтижесінде ойымды, санамды сапаларына бұрып, өзімнің подкастымның негізін қаладым. Мен де әрекетке көштім. Шынында мен шақырған менің подкастым осындай ой-сана өзгерістерінен басталды. Көптеген қолдау таппайтын кездер де болды, көптеген қонақтарымда менен бас тартқан кездер де болды. Алайда мен өзіме деген сенімділігімді жоғалтпадым. Қалай ойлайсыздар? Мен бірінші қонағымды қанша уақыт күттім деп ойлайсыздар? 1 сағат, 1 күн, 1 апта, бәлкім 1 ай. Жоқ, мен оны 6 ай күттім. Ал сіз мақсатыңызға жету үшін қанша уақыт шыдамдылық танытуға дайынсыз? Шынын айта келем, менің ең бірінші қонағым, алтын уақытын бөліп келген қонақтардың бірі, Өзгеріс креатив хабының және тіл қазына ғылыми практикалық орталығының директоры Мақпал Жұмабай болды. Мен өзімнің бастамама қолдау таппайтын сияқты болып көрдім. Алайда қазақ тілді жобаларды насихаттайтын Мақпал Жұмабай мен Тоғжан Құрманжанқызы бастаған Өзгеріс креатив хабының ұжымына алғысымды білдіремін. Біздің ойымыз бір жерден шыққандықтан байланысымызды үзбей, бірге осы жобаны жалғастырып келеміз. Осы бірінші подкастында маған өте қатты әсер еткен, сүйектен өтіп санаға сіңердей маған ойымды өзгерткен ойлармен бөліскім келіп тұр. Біз өзіміз өте көп шектейміз. Екі қайықтың басын ұстаған суға кетеді деген сөздерді бізге өте жиі айтады. Алайда өмірде тек қана бір қайықтың емес, 5 қайықтың басын ұстаған тұлғалар бізге үлгі. Біз қателік жасауға өте қатты қорқамыз. Ал қателік жасаудан ешқашан қорықпаңыз. Қателік, сіз жасаған қателіктер сізге жаңа мүмкіндіктерді ашады. Бұл сөздер сіздің миыңыздағы, жадыңыздағы ұйықтап жатқан клеткалар мен нейрондарды ояту керек. Адамның миы шексіз мүмкіндіктерге толы. Бірақ біз өзіміздің миымызда құрған шекаралардың тұтқыны болып қалып жатамыз. Ал сол шекараларды бұзу бұл өзгеріс пен дамудың алғашқы қадамы. Менің подкастым, осы подкастым арқылы мен әрбір жаңа тақырып, әрбір жаңа сұхбаттың тың ойларды дүниеге алып келетіні мені таңғалдырды. Мен подкастымды тек қана YouTube каналында жарияламай, заманға икемделе отырып, TikTok, Instagram сынды платформаларда жарияладым. Мені бір таңғалдырғаны, әрбір платформаның аудиториясы мен талғамы ерекше, әртүрлі.
тағы да бір маған қатты ұнағаны, мен ұлы тұлғалардың зерттеулерін, нақыл сөздерін жариялай бастадым. Сонда қазіргі қоғамда адамдар тек тиктокты көңіл көтеру, бір уақытты өткізу үшін ғана емес, пайдалы контентті тұтыну үшін қолданатыны мені қуантты. Біз көп адам айсбергтің бір бетіндегі біз нәтижені ғана көреміз. Бірақ та бір 20 минуттық бір подкаст болып қарапайым көрінгенімен, оның артында сіздер көрмейтін үлкен бір дайындық жатады. Зерттеу, жоспарлау сынды әрекеттерді ешкім көрмейді. Ал 1-2 сағаттық эпизодтың артында 1-2 айлық еңбектің жататынын ешкім түсіне бермейді. Жазда мен оқыған Джеймс Клирдің Atomic Habits, қазақша атомдық әдеттер кітабында, ол бізге жетістікке жетудің кішкентай қадамдардан басталатынын дәлелдейді. Ол бізге 1% жақсару қағидасын ұсынады. Егер де сіз 1%-ға жақсарсаңыз, бір жыл ішінде нәтижеңіз 37 есе артады. Егер де сіздің бір жыл ішіндегі нәтижеңіз 1%-ға кері шегінсеңіз, онда сіздің прогрессіңіз тоқтап, құлдырауға ұшырайсыз. Бір қарапайым болып көрінгенімен кішкентай әдеттер, бұл сіздерді үлкен нәтижелерге жетелейді. Мен сіздермен тағы да бір ми шекараларын бұзуға арналған тәсілдермен бөліскім келіп тұр. Біріншісі бұл кішкентай, бірақ та тұрақты қадамдардан бастаңыз. Өзіңіздің қорқынышыңызға қарсы тұруға бір 2 минут арнасаңыз жеткілікті. Мысалы, мен математикадан біраз қиналған кезінде 5-10 минутымды кішкентай бір уақыттар болса да есепке басқа қырынан қарауға, шығару жолдарын талдауға арнаймын. Бұл сізге өзіңіздің прогрессіңізді бақылап, өзіңіздің өсиет алатыныңызды дәлелдеуге көмектеседі. Екіншісі, әдеттерді өміріңізге енгізіңіз. Мысалы, кітап оқуды әдетке айналдыру үшін, оны таңертең шай ішіп отырып, немесе ұйықтар алдында, жатар алдында жасауға тырысыңыз. Мен өзімнің жеке тәжірибеммен, сіз 1 ай ішінде 1 кітапты бітіре алатыныңызды сеніммен айта аламын. Үшіншісі, бұл өзіңізді әрбір жетістігіңізге мақтап тойлап отырыңыз. Әрине, үрей толтырып, бір қорқыныш келген кететін бір әрекет жасағаныңыз үшін өзіңізге бір жылы сөз айтып, сый жасаңыз. Бұл сіздің мотивацияңызды жоғалтып алмауға көмектеседі. Адамның ми шекараларын бұзу арқылы, осы тәсілдер арқылы ми шекараларын бұза алады. Бірақ та біз осы бағытта тұрақтылық пен жүйелік танытуды ұмытпауымыз керек. Ойлан TEDx конференциясында идеясы осыған негізделген. Біз кішкентай қадамдар арқылы үлкен жетістіктерге жетеміз. Ми шекарасын бұзу дегеніміз бұл ой тастау, әрекет ету және өзгеруден қорықпау. Менің де 2 бастамама қолдау ретінде тіркелем десеңіздер, сілтеме алдарыңызда, сіздерді зерделі ой тасталамында күтемін. Зейін қойып тыңдағандарыңызға